Ашуға булыққан әппақ бота қызымыз перзентханада ешкім күтпеген әзіл аралас шындық жайлы астарлы видео жариялады. Бітті ғой бүгін, жыры бітті ғой. Ақбота, бітті ғой бүгін, жыры бітті ғой. Енді бұдан кейін осындай тірлік істемеспін, деп Шерханға деген өкінішін астарлап тұрып жеткізді. Бота қызымыз перзентханада шекесі торсықтай ұл босанған болатын. Шерхан ұлын көруге бару үшін Алматыға асыға жол тартты. Бірақ Шерхан перзентханада не болғаны жайлы ештеңе айтпады. Желі қолданушылары Шерханға жарыса жазды. Ұлыңды көрдің ба? Бауы берік болсын ұлыңның, деп жазды. Бірақ Шерхан дереу Шымкентке жол тартты. Қолдаушы апалар қатты ашуға булықты. Салмаса баласын, демек бота қабылдамағанда. Не істейді, енді роддом алдында отырмайтын шығар. Шерханның мамасын қатты аяп кеттім. Осы тойды шапқылап күйеуі жоқ болса да ешкімнен кем етпей той жасап шапқылап жүргенде. Шерханның мамасына обал болды. Өмір алма кезек, деп жазды көрермендер. Тіпті бота мен Шерхан арасындағы осы жай туралы Инстаграм қолданушылары шулап жатыр. Қосылайықтың сұлулары 6-7 айында туады екен. Дайын болып барады деп жарыса жазды көрермен қауым. Тіпті комментарийде желідегі жұрт бір-бірінің жағасын алды. Біреудің бетімен алысқан қатындарға айтарын шаруаларын қанша. Туама тумайма. Некеден бұрын көтереме, кейін көтереме. Нелерің бар біреудің өмірінде. Адамгершілік пен бақыт тіле болды, сендердің өмірлеріне араласып жатқан жоқ. Сендер асырап жатқан жоқсыңдар, несіне бастарыңды қатырасыңдар. Ал сәбидің бауы берік болсын, үлкен азамат болсын. Шерханға қосыл баланың тағдырын құртпа, Шерханнан күшті әке шығады. Бауы берік болсын. Әкесімен татулас, балаға толық отбасы керек. Балапандарыңның арқасында татуласындар, деп жазды желі қолданушылары. Еске салайық, Қосылайық жобасының танымал қатысушысы Ақбота қызымыз Шерханмен Қосылайықтың жаңа маусымында отбасы құрған болатын. Тіпті олардың тойы Қосылайық төрінде одан әрі қарай Шымкентте дүркіреп өтті. Бірақ өкінішке қарай олардың отбасылық өмірі ұзаққа бармады. Шерхан мен бота қайта қосылып бақытты болсын.